Енді біздің жағдайымызда дене құлау себебі ол дененің құлау себебі ол тек қана ауырлық күші, сәйкесінше толық энергиямыз сақталады деп айтамыз. Демек, толық энергия константа, энергияның сақталу заңы орындалуда, және өрнегім жазатын болсақ, Е потенциал 1 плюс Е кинетикалық 1 тең болады Е потенциал 2 плюс Е кинетикалық 2. Енді бұл өрнекті ашатын болсақ, мына жерге алып кеп ашайық. Е потенциал 1 дегеніміз бірінші биіктігіміз біздің, яғни бірінші нүктедегі биіктік H1 болсын. Сәйкесінше mgh1 дейік, және ол нүктедегі жылдамдық v1 болғандықтан кинетикалық энергия mv1 квадрат бөлінген 2-ке тең. Ал потенциалдық энергия екінші нүктедегі, ол жердегі биіктікті де біз H2 деп белгілейік. Сәйкесінше mgh2 плюс ол жердегі жылдамдықта v2 болғандықтан mv2 квадрат бөлінген 2. Яғни осы заңдылық орындалады. Сонымен энергияның сақталу заңын мынандай бір өрнекпен сипаттасақ болады екен. mg дененің бастапқы биіктігі h1 плюс m дененің бастапқы жылдамдығы v1 квадрат бөлінген 2 тең болады әрқашан mgh2 плюс m v2 квадрат бөлінген 2-ге. Осы өрнекті қолдана отырып, 9 классқа арналған, 9 сыныпқа арналған кез келген есептерді шығаруға болады. Мысал ретінде, біз керісінше бір жағдай ойластырайық. Жердің бетінен бір денені жоғары қарай лақтыратын болсақ. Ол денеде H биіктікке шығатын болса, және H биіктікте оның жылдамдығы V болатын болса, біз H биіктікті екінші нүкте деп образды түрде белгілесек, және бастапқы нүктені бірінші нүкте десек. Значит, мынаны V емес, V2 деген жақсырақ болады. Ары қарай, егер өрнегін жазатын болсақ, дененің бастапқыдағы жылдамдығы V1 болсын, дененің бастапқыда биіктігі жоқ болған үшін, оның потенциалдық энергиясы жоқ, яғни mg көбейтілген 0. Сәйкесінше потенциалдық энергия жоқ. Сондықтан дененің бастапқы энергиясы mv1 квадрат бөлінген 2 болады. Ал дененің соңғы толық энергиясы mv2 квадрат бөлінген 2 плюс кинетикалық энергияны жаздық, енді потенциалдық энергия mgh болады. Екінші нүкте болған үшін мынаны H2 деп белгілеуге болады, және mgh2 болады бізде.